Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандарымыз. YouTube арнамызда Геоподкаст рубрикасының кезекті түсірілімі, және бүгін бізде қонақта Азамат мырза, Азамат Скаков. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Қалыңыз қалай? Астанаға қош келдіңіздер. Бүгін бізде осы YouTube арнамызда онлайн түлектеріне, жалпы біздің YouTube арнамыздағы ата-аналар болсын, оқушылар болсын, мұғалімдер болсын, соларға арнап тиімділік тақырыбында сұхбатқа қатысты кішігірім осындай подкаст түсіру ойымызға келді, және сізді шақырдық. Қош келдіңіз. Бірден сұрақтардан бастайық, Азамат мырза. Өзіңізді біздің көрермендерімізге таныстырып өтсеңіз, Азамат Скаков деген кім? Себебі сізді коуч, мұғалім, психолог деп таниды. Бірақ жалпы алғанда мен кіммін деген сұраққа өзіңіз қалай жауап берер едіңіз? Мен бұрыннан көп бір көп мақтану керек сияқты болатын да. Бір семинарларда дізіп жазып қойған бүйтіп ұзақ бір тізім, өзімнің андай саяхаттаған жақсы көремін, 40 мемлекеттен артық аралағам, сондай мото саяхатшы бір нәрсе. Қазір тек қана бүйтіп айтқым келеді, коуч, спикер, тренер деп болды. Коуч, спикер, тренер. КТЛ-да, СДУ-да оқыдыңыз, оқушы Азамат кезінде қандай болды? Енді біз сізбен енді бір заманнанбыз, 90-шы жылдағылармыз, өткен ғасырдың адам дейді ғой. Почти бір кезеңде ұбт тапсырдық. И өзіңіз оқушы кезінде Азамат қандай болды? Және қазір Азамат мырза деген кім? Оқушы кезінде енді жұрттың алды болма, жаңағы көз тиеді, арты болма, сөз тиеді деген қағидамен. Бірақ старосты болдық, президент школы болдық, президент университеті болдық, студенческий лигада болдық. Вроде как алдыда жүрген сияқтымын. Бірақ ментально айтатын болсам, өзімді олай санамайтымын. Лайықсыз санайтымын. Лайық емессің сен. Кімсің сен өйтіп жүретін, бір күні білмеймін, біреу жаңағы сынайды сені, бір нәрсе қылады деген бір қорқыныш болатын. Қазір ол қорқыныш жоқ. Оле жаңағы сынықтықтан бүтін адамға жақындаған сияқтымын. Әрине бұл бітетін жол емес, ол өмірдің соңына дейін сөйтіп ізденіп жүреміз ғой. Бірақ әйтеуір бір қадам алды. Бұрынғыдан жақсырақ. Ішіңіздегі бала Азамат қазір риза ма? Қалай ойлайсыз? Ішіндегі бала Азаматтың кейбір претензиялары бар әлі де. Бұрынғыдан аз и жөндеу жолында кетіп баратырмыз. Жақсы. Мындай енді кезінде кішкентай кезде дейді, 4-5 сыныпқа дейін, орта буында дейді, 5-9 сыныпқа дейін, және жоғары сыныпта, 10-11 сыныпта, мен мысалы үшін кім болады деген кезде, енді мектепте опрос алады, сауалнама алады кезде әртүрлі жауап беретінді. Мысалы үшін кішкентай кезде енді сол 4-ші классқа дейін ғарышкер боламын, дәрігер боламын деп, орта буында өзім мысалы үшін нотариус болғым келді, адвокат болғым келді, бізде бір ролевой модель болатын, осы жаңағы үлкен әпкем болатын, соған қарап. И кейін, мысалы, 10-11 сыныпқа келген кезде уже экономика саласына, финансыға қызығып, мемлекеттік басқаруға қызығып, сол экономист, финансист, менеджер болам деген ой келді. Сіздің өзіңіздің оқиғаңыз бойынша, бала кезіңіздегі, мектеп кезіндегі Азамат кім болғысы келді? Тура солай, бірінші сол 4-ші сыныпқа дейін жаңа ғарышкер оқыдық қой, біздің ғарышкерлеріміздің жаңа жасаған ерліктерін. Ғарышкер болам дедім. Одан кейін 6-ші сыныпта біздің кейін мұғаліміміз көрсетіп жатыр ғой, шығарма жазыппыз. Кім боласың дегенше, 6-ші сыныпта мен президент болам деп жазыппын. Шығарма жазыппыз. Кейін тура солай 9-11-лерде бізде де жаңа роль модель болды. Бір туысқанымыз банкир, банкпен нететін. И соған қарап мен де банкир болам деген ой болған. Андай бірақ ол жерде мақсат таза ақша тұрғысынан болды ғой. Біз бүйтіп ойлайтынбыз жаңағы банкир значит ақшасы көп деп ше. Бәрінде солай болған секілді. Сондай ой болды. 3 түрлі. Бірақ 11-ші сыныпта нақты мынандай ой болды менде, мұғалім боламын деген ше. Нақты мұғалім боламын. Шынымен қалаймын соны, шынымен сол жолда болғым келеді деген. Әлі күнге дейін сол жолдамын деп ойлаймын. Ұстаздық бұрын оқушыларға болса, қазір басқа ересек адамдарға форматы басқа. Қазір сонда өзіңіздің мына қай жерлерді аяқтадыңыз, СДУ түлегі болдыңыз, сол жайлы кішігірім айтып берсеңіз, қай жерді оқуды тәмамдадыңыз? СДУда бакалавр оқыдым, 2007-де түстім, бакалавр бітірдім. Кейін бірден модадан қалып қоймай, жұртпен бірге, топтастарыммен бірге магистратураға түстік, бітіре салып. Магистратураны бітірдім.
кейін Прагада PhD жасауға тырыстық, оқыдым, бірақ бітірмедім. Анау карантин болды, бірақ бір шетінен енді карантин мені құтқарып қалды ау деймін. Ана біздің бәрімізді қайттық біз Қазақстанға. Сосын карантин біткеннен кейін виза отказ болды. Тағы тапсырдық, тағы отказ. 6 ай сайын 2 рет тапсырдық, отказ болды, содан кейін қалып қойдық. Жалғаспай қалды. Сонда негізгі мамандығыңыз қазақ тілі және әдебиет пән мұғалімі, иә? Иә, кейін education management'тан PhD жасаймын деп ойладым. Бірақ кейін мына нәрсені түсіндім, егер ғылым жолында сол білмеймін профессор боламын бір нәрсе демесең, PhD-дің керегі жоқ сияқты. Содан кейін қалды, бірақ бәрібір бір аяқтау керек оны. Жақсы. Осы орайда мына мамандық таңдау бойынша бір кішігірім блогты бастағым келеді. Қазір мындай статистика бар да, бізде өкінішке орай статистика деп айтайын, иә, және бұны білім және ғылым министрлігі ресми жариялаған болатын. Оқып шығайын. 60% Қазақстандағы жоғары оқу орнының түлектері өз мамандығы бойынша жұмыс жасамайды екен. 87% оқушылар, яғни түлектер, ата-ананың немесе мұғалімнің ықпалымен мамандық таңдайды екен, және 75% балалар қандай мамандықты таңдағысы келетінін білмейді екен. Және ең қызығы 90% оқушылар еңбек нарығында қандай мамандықтар бар екен, және ол сұранысқа ие болады ма, соны білмейді екен. Осыған орай енді сіз осы салада мұғалімдік салада жүрсіз, коуч саласында, психология саласында зерттеп жатырсыз тереңірек. Осы салада мынаны бізді көріп отырған көрермендерімізге, оқушыларға, ата-аналарына мына мамандықты қалай таңдау қажет, және қандай бір өзінің бір формуласы бар ма, неге назар аудару керек, соған сол жайлы айтсаңыздар. Жаңағы сіз мына статистиканы оқыған кезде шынымен денем түршігіп кетті. 87% біреудің ықпалымен мамандық таңдайды, 60% жұмыс істемейді енді. Ауыр. Өте ауыр. Иә, өте ауыр, статистика қиын. Мамандық таңдауда бір еркіндік деп айтқым келеді. Жаңа біз жақында кімнің Мағжан Момышұлының ұшқан ұясын талдайық деп жатырмыз да. Мынау нәрсе қатты көзіме батты да. Ана Василий деген досымен сөйлеседі ғой, сені әкең ұрама дегенде, я дейді, ұрады дейді ғой әкем. Сол Мағжан Момышұлынан сұрайды да, сені әкең ұрама дейді да, мен әкем ешқашан ұрмаған дейді да. Міне кім шықты деймін да, Мағжан Момышұлы шықты да, ұрмаған, бірақ көкемнен қорқам дейді да. Ана інісі ғой, Момынқұл. Бұл бір модель сияқты. Анау баланың бір еркіндігі бар отбасында бала бір нәрсені тесіп шығатын сияқты да, тіпті қателессе де. Енді бір шетінен ойлайсың, бір 11-ші сынып бала о қайдан біледі, қазір енді бұл өмірлік бір мамандық таңдау деген қиын мәселе ғой деп уайымдайды ата-ана. Қой құрсын, бұл бір нәрсені шатасып кетеді ма деп. Бірақ шатасу керек сияқты да. Өзінің бір арман қуалап оқи алатын адам болса күшті болатын сияқты, тіпті шатасса да ол өзінің арманы еді. Енді былай жалпы бір формуласы бар, мынандай бір дәптерге жазып шығу да, ол андай теория жүзінде. Мен жақсы көретін 5 мамандық жазып шықтық. Келесі, мен мүлдем өмірімде істегім келмейтін 5 мамандық жазып шықса оқыш. Кейбір адамдар жақсы көрген жазу қиын болса, ана мүлдем істегім келмейтіндерден жазып шығу, о жерде 10-15-ін жазып шығады мына ше. Мысалы, мынау болғым келмейді, мынау болғым келмейді, мынау жазып шығады. Содан кішкене анау фильтровация етіп шығады да мына жағында. Одан кейін мен істеп көрген мамандықтарым. Мысалы, бізде де бәлкім болашақта келетін шығар, анау шетелде бар ғой, gap year деген, оқу бітіргеннен кейін. Соңғы кезде жылдары өте қатты дамып жатыр, иә. Күшті менің ойымша. Шетелде, Еуропада, Америкада оқушылар 11-ші сынып бітіргеннен кейін 1 жыл жүреді. Саяхаттайды, бір жерге барып жұмыс істеп көреді, өзінің қалаған, мысалы, медицина оқығым келеді дейді ғой. Барады да 1 жыл бір учреждениеге жұмысқа тұрып, бір көмекші болса да әйтеуір, ресепшнде болса да істеп көреді да, көру керек та, не ұнай ма маған, ұнамай ма шынымен, мен бүкіл өмірімді осымен байлайын деп жатырмын деген сияқты. Сондай бір үрдіс тоже күшті сияқты. Өзі асықпай таңдап, маған керек па, керек емес па деген сияқты мәселе. Жаңа формула ретінде жаңағыдай, мен жақсы көретін, мен жақсы көрмейтін, мен істеп көрген. Ол істеп көрсе. Мен мысалы енді 11-ші сыныпта біздің оқушылар ұбт-мен бос емес болады негізі, жұмыс істеп көре алмайды ғой. Мен әдетте студенттерге айтамын да, 3-ші курстан бастап уже ақша табудың қамын жасау керек деп ше. 3-4 деп еңбек нарығына кіріп көру керек деп. Сонымен қатар ана қабілеттерін де жазып кетсе деп ойлаймын. Мен мысалы үшін оқушыларыма айтамын,
өздеріңіздің қабілеттеріңізді қолдарыңыздан не келеді жан жақтан жазып шығыңыздар дейді. Өзің жазып білмесең кейбіреулер енді ұялады, білмейді, сырт жақтан адамдарды тарт деймін, ата аналарына жаз деймін, туған туысқандарына, достарына, мектептегі мұғалімдеріне жаз деп айтамын. Сол жазады, одан кейін өзінің қалайтын мамандықтарын жазады, және оның болашақта актуалды болады ма деп нақты сол мамандықтың иесінен сұрап көреді. Финансист па? Бар да, осы финансисттен сұра, экономист па? Экономисттен сұра, маркетолог па? Маркетологтан барып сұра, мұғалім ба? Мұғалімден барып сұра, осы мамандықтың қыр-сырларын. Қанша ақша табады, және бұл болашақта актуалды болады ма деген сұраққа жан-жақты комплексіне зерттеу, кешенді зерттеу керек деп ойлаймын. Өте серьезный подход болатын сияқты, иә? Уақыты бола ма бірақ 11 сыныпта оқушының? Көбісі 10 сыныпта бастайды. Қазір міне біз қыркүйек айында түсіріп жатырмыз, иә. Қыркүйек айында бізде уже мамандықты таңдап келетін оқушылар. Енді біз мына ұбт-ға дайындық курсын жүргізетін мұғалімдер ретінде соңғы инстанциямызды ұбт алдындағы бізге уже оқушылар дайын болып келеді. Бірақ қалай дайын болып келеді деген бұл жерде басқа сұрақ та. Кейбіреулері 10 сыныпта толыққанды осыны зерттейді, кейбіреулері мүлдем зерттемей келеді. Ата-ананың жаңа айтып отыр ғой, мына статистика. Ата-ананың ықпалымен келеді, мұғалімдердің ықпалымен келеді. Жаңағы мектеп директоры немесе бір ролевой модель бар, осындай келеді. Еще мындай нәрсе бар да, біз 55%-ға жуық оқушы ұбт-ны немесе мектепті ауылдық жерлерде түлектерді аяқтайды, ұбт-ны тапсырады. Ол жақта енді жаңағы сапалы білімге деген, мысалы үшін қарапайым кітапқа офлайн мұқабалар бар, қарапайым тестілеуге мүмкіндіктері енді аздау қала оқушыларына қарасты. Соответственно, ол жақта енді мықты мамандардың бар болуы, профайлингтологтардың бар болуы екіталай да. И ол жақта енді көп оқушылар қандай мамандықтарды біледі деген секілді. Біз мамандық дейміз, біздің оның ішінде еще специалитет деген түсінік бар да. Жалпы бір сөзбен финансист деп айтпаймыз да. Финансист деп айтуымыз мүмкін, бірақ оның ішінде қандай финансист, немесе жалпы бір сөзбен психолог деп айтамыз, оның ішінде қандай психологияны зерттеу керек деген секілді. Сол себепті иә, түбегейлі мүмкін өзгерістер ол университеттің төңірегінде болады. Ал негізгі қазір мен енді байқап жатырмын, 10 сыныпта басталады. Профориентация. Негізі ол ертерек басталу керек әрине. Мен ойлаймын, где-то бастапқы фундаменті 8-ші, 7-ші сыныпта қаланса. Бір кісілер осы бұрын, мен 2011-де мұғалім болып жүрдім, бірінші жыл ғой сол кезде. Сол кезде есімде бір Астанадан бір кісілер келіп, мынандай бір ұрандатып жүргенше, жаңағы 9-шы сыныптан бастап универлерге дайындалу керек. Егер америкалық Ivy League, сондай Лига плюс сондайларға түскен кезде, тіпті 7-ші сыныптан бастап портфолио жинау керек. Мен сол кезде ойлайтынмын, қатты нетіп кеткен жоқсыңдар ма деп ше, бірақ қазір түсініп жатырмын. Иә. Бірақ сол кезде ақыры біздің мектепке енгізе алмай кетті ше олар. Шулады да, мен қазір түсініп отырмын, қабая керемет мүмкіндік еді ғой біздің оқушыларға деп. Қазір профориентологтар әрине бар, мамандар, бірақ енді 2000-3000 енді Астана, Алматы қалаларында қанша үлкен мектептер бар. 2000-3000 мектеп оқушыларына бір профориентолог жетпейді ғой. Сол себепті қазір енді осыны көріп отырған биология және география таңдайтын негізі мамандық қой бұл, профориентация, психология деген. Соны мен тоже не істегім келеді. Дәріптегім келеді, иә, профориентация саласына, мамандық таңдау саласына, психологияның ішіне кіреді. Обязательно осыны оқып, шетелдік тағылымдамалардан өтіп, осыны өтсеңіздер, әсіресе қыз балаларға, ер балаларға да болады, почему нет, осыны қарастырсаңыздар. Енді ақырындап мұғалімдік салаға көшейін. Мұғалім болғыңыз келді деп айттыңыз ғой. Қалай осы мұғалімдік жолыңыз жалпы басталды? Ұстаздық мынандай болды. Әрине ол жерде мен ұстаздарым ықпал етті маған. Андай туыла салып ұстаз боламын деген не еткен жоқ. Енді бір шырақ жаққандай болды ғой енді бір ұстазым. Кейін қарадым, анау тарихта қалған ұлы кісілердің бәрі ұстаз болған екен. Әл-Фараби болсын, Абай атамыз болсын, Ахмет Байтұрсынов болсын, Ыбырай Алтынсарин ұстаздық жолында, пайғамбарымыздан бастап саллаллаху алейхи вассалам ұстаздық жолында болған екен. И сол бір ойды салды маған ұстазым. Осындай ұстаз үйрету арқылы шыңдану, біреуге пайдаң тию деген мәселеде. Сосын жаңағы бір ақыреттік азық деген сияқты, бір адамға білім берсең, соның несі болады деген маған қатты әсер етті. Сосын мен ұстаз боламын дедім.
Енді одан кейін бір енді туысқандарымыз болсын, ой ол ақшаң болмайды, дәптер тексеріп отырасың ба, бір нәрсе дегендер, ол да ойда болды ше. Кейін бірінші универ бітіріп диктант тексеріп отырмын, шығарма тексеріп отырмын. Анау қате бірақ ана қателеріне мен андай ләззатпен қарап бір отыратынмын да, кешке қарай диктант тексеріп отыру, шығарма тексеру, ана балалардың ойларына қарап мәссаған деп, мынау 8-ші сынып оқушы, мынаның ойы күшті ғой деп ойлап отырдым. Бірақ біраз уақыттан кейін рутинамен ол мәселе ұмытылып кетеді. Бірақ өкінбей маған ұнады, көп нәрсе үйреткен сияқты маған. Қазір де енді бір белгілі бір кішкентай болса да бір ареналарда жұрттың алдында сөйлейміз ғой. И анау база мықты берілген сияқты да. Мен әлі есімде, өмірімде бірінші қыркүйек күні сабаққа кірем, 7-ші сыныпқа, универді енді бітірген кезім, осы завуч кіріп отырады артқа, 2 завуч. Мәссаған, мен ана жерде терлегенімді көрсеңіз бар ғой, даусым дірілдеп, мынау бүйтіп омыртқамнан тері ағып жатқан сезіп тұрдым ғой бүйтіп омыртқамнан. И ана жерде сасқалақтап, енді әйтеуір немен өттім ғой бәрін, енді жоспармен. Кейін шыққаннан кейін завуштар мақтап жатыр, бірақ сол сәтте мен енді қатты қорықтым. Не болып кетті, қалай болып жатыр, мен вообще дұрыс емес айтып жатырмын деген ойлар болды. Бірақ сөйтіп ысылып біраз уақыттан үйреніп қаласың. Bir уақыттар мен ана завуч ескертті да, сабақтарыңызға кірем деп ше. Мен енені сылтауратып, жаңағы сквозняк болып жатыр деп сылтауратып есті құлтап алғам ғой ше. Оқушылар айтады, ағай ыстық болып кетті дейді. Мен есік ашылып сквозняк болады деп қойым. Негізінде мен қорқып тұрмын да, завуч кіріп қоймасын деп. Завуч редакта келген жоқ. Бірақ кейін бір ұстаз келіп есікті оқылып, сосын маған айтады, не құлтап алғансыз дейді. Мен айтамын, мынау сквозняк болып жатыр деп қоямын ғой. Бірақ сондай қорыққан сәттерім бар, оның бәрі біраз шыңдады ғой. Шыңдады, үйретті, қалай сөйлеу керек, жұрттан да қалай нету керек деген. Жаңа шыңдады деп жатсыз, жалпы мұғалім болу үшін, ұстаз болу үшін адамның бойында қандай қасиеттер болу керек деп ойлайсыз? Мен бүйтіп айтар едім, ұстаз шынымен жақсы көру керек мамандығын, шынымен жақсы көру керек. Ішінде бір үлкен бір ниет болу керек. Андай мен пайдалы болам дегенше, мен білмеймін, жаңағы қараңғылықтың көгіне өрмелеп шығып күн болам дейді ғой, сол сияқты пайдалы болам деген ниет болса, оны мен ғана қоймай, ұстаз жан-жақты болса. Мен айтамын да, мысалы біздің бір роль модель ұстаздарымыз болатын еді. Мен биология сабағынан беретін ұстазым, ол бір айтишник болатын ше. Сол кезде Linux деген жаңағы ол кезде Windows 95 сондайлар ғана ғой. Сол кезде оқысы Linux, Windows XP дегендерді интернеттен бір нәрсе жүктеп алып, соны бізге көрсететін да, биология сабақтарын сонымен өтетін да ол. Өмірімде бірінші сөзде КПК дегенді көрдім да, карманный компьютер ғой, сонымен ручкасы бар, бүйтіп істейді. Ағай, анау интернеттен бізге биологиядан бір нәрселер көрсетуге тырысады, бірақ ол кезде Қазақстанда интернет өте әлсіз ғой. Анау бүйтіп проектордан тұрды, бірақ бүйтіп ашылады да экран, тік, бүйтіп линия тік ашылады, сурет ашылмай жатыр, тік. Сабақ аяқталып кетеді дейсіз ғой, көргенше. Сөйтіп ана кісі сөйтіп зерттеп жүрді, мен шок болдым. Біз сол кісімен сөйлесуге тырысатынбыз. Мысалы биология сабағынан ана мимоза деген өсімдік бар екен ғой, жабылып қалатын бүйтіп. Бір нәрсе тисе жабылып қалады жапырақтары. Соны әкеп өсірген ғой ана кісі. Оны өсіру бір қиын да. Сосын біз оны сабақ сайын бүйтіп ручкамен түртеміз, ана жабылып қалады гүл. Өйтіп жаба бермеңдер, әрең өсірдік өліп қалады деп ренжиді да. Вот жан-жақты. Осын анау бір ол кезде Mercedes 190 деген бар, Mercedes-мен жүреді, біз қызығамыз. Не деген ағай мынау? Айтишник, крутой технологиясы бар, жаңағы өсімдікті күшті таниды. Бізде жаңағы мектепте балық, гүлдің неше түрі олардың бәрі болатын да. Жан-жақты болса. Оқушы жабысып қалса да саған. Сен қасында болайыншы деп ше. Сен сөйлей берші болды. Мен тыңдағым келеді сен. Енді ұстаз жаман нәрсе айтпайды ғой. Әрине. Сөйту керек сияқты. Оған қарағанда ана білмеймін бір балаларға арналған бір блогерлар бар ғой, мен онша жақтырмаймын ше, аттарын айтпай қойын. Орыс нарығында олар не үйретіп жатыр? Деп бір нәрсе шулап жүр, әйтеуір біреуге прикол ұстап, біреуге издеваться етіп. Оған қарағанда ол ұстазына ғашық болса, бір модель болатын сияқты. Неге бұл сұрақты қойдым? Себебі соңғы 3 жылда енді байқаған шығарсыз, осы білім саласына мұғалімдік статусты, мұғалімдер статус деген бізде заң бар ғой, президент 2019-20 жылдан бастап жыл сайын бізде мұғалімдік педагогикалық бағытта
гранттар көбейіп жатыр да, жыл сайын көбейіп жатыр. Мысалы үшін бұрын, осыдан 5 жыл бұрын мұғалімдік мамандыққа бізде кімдер баратын? Педагогикалық мамандықтарға балы жетпей қалған, 100-ге жетпей қалған немесе остаточный принцип бойынша баратын да. А қазір керісінше мұғалімдік статус кем дегенде 110, 120-дан басталады екен. Сол себепті мына қазір бізде енді география комбинациясымен ОБТ-да жалпы 13 комбинация бар. Соның 4-еуі тікелей географиямен байланысты да. География, биология деген бар бізде комбинация. Бұл жерде қателеспесем 5-6 мамандық тікелей мұғалімдікпен байланысты. Бастауыш оқыту, педагогика психология бар, жаңағы психологияның өзі бар, жаңағы бастауышқа жаңағы мектепке дейінгі тәрбиелеу, арнайы педагогика деген бар. И жыл сайын бұл жаққа грант көбейіп жатыр да. Себебі өзіңіз білесіз, енді демографияға байланысты жыл сайын бізде биыл қателеспесем 400 мыңға жуық оқушы бірінші сыныпқа барады екен. И қанша почти 200 мыңға жуық оқушы ОБТ тапсырады, яғни мектепті аяқтайды екен. Сол себепті мұғалімдік мамандық қазір трендте деп айтсақ болады. Трендте, и дәрежесі мықты ғой. Дәрежесі мықты, жыл сайын сол 19-20 жылдан бастап жалақылар өсіп жатыр да. 20%-ға, 30%-ға. Сосын қазір мұғалімдер негізі 2027 жылға қарай керісінше жұмыс орындары жеткіліксіз болады деген хабарлама бар. Сол себепті қазір бізде андай даже переквалификация деген түсінік пайда болды. Даже мына бұрын бізде ғылым саласына барған мамандар мұғалім бола алмайтын ғой мектепте. Қазір бұлар 4-ші курстан кейін арнайы тесттерді тапсырып, кейін мектепке жұмысқа мұғалім болып кіре алады. Немесе мүлдем қазір түрлі жобалар бар. Андайда басқа саланың мамандарын мұғалімдікке переквалификация жасап, 6 айлық, 1 айлық, 1 жылдық курстар бар. Арнайы үйретеді екен. В общем, қазір мұғалімдік статус жақсы деп айтсақ болады. Жақсы сияқты. Өте керемет. Мұғалімдіктен шығып бір бизнес школаға жұмысқа тұрып сөйтіп сол кезде мен айлығым мақтанып жүрген ғой. Мен мұғалім кезімнен қарағанда 2 есе көп деп ше. Кейін 1 жылдан кейін менің таныс мұғалім бұрынғы достарым ғой, солармен әңгімелесіп отырсақ, аналардың айлығы менікінен көп екен. Ойбай, мен мына жақта таң демей күн демей нетіп жүрмін, ана кісілер бұрынғы мамандығында сол өзінің үйреншік несінде айлық жақсы деп. Қазір одан да көтерілген шығар. Қазір енді шүкір, сағатына байланысты, тәжірибесіне байланысты, жаңағы өтетін тестілеуіне байланысты өсіп отырады. Мүмкіндік берілген, бізде мысалы үшін география, биология, география, дүниежүзі тарих деген комбинациясын таңдаған оқушылар, түлектер осы мұғалімдік мамандыққа бара алады. Кем дегенде енді 105-110-нан көп жинаса грантқа түсуге болады. Тем более қазір мындай педквота деген түрлі гранттың түрлері шығып жатыр. Арнайы жаңағы шетелдік университеттер келіп жатыр, Абай университетінің біздің қара шаңырағымыздың филиалы Алматы Астана қаласында ашылып жатыр. Осындай жобалар бар. Керемет. Жаңа біз мамандық таңдау деп жатырмыз ғой. Мамандық дейді, сосын мамамдық дейді ғой. Сенің мамандығыңды мамам таңдап береді. Соған қалай қарайсыз? Ата-ананың рөлі мамандық таңдаудағы. Немесе ұстаздың рөлі. Ықпал етсе, бірақ тықпаламаса. Мына кейбір кезде анасы өзінің орындай алмаған арманын неткісі келеді ғой, баласы арқылы жеткісі келеді, немесе әкесі өзінің орындай алмаған арманын баласы арқылы жеткісі келеді. Немесе мынандай бір нелер бар ғой, біздің отбасынан бір медик шықсын дегенше. Әйтеуір қатырып мамандық болмаса да, әйтеуір медицина саласында бір таныстары болады ғой дегенше. Менің ойымша дұрыс емес сияқты. Енді баланың икемі бар болса, әйтпесе мен мысалы мен үлкен ұлым, ондағы мен күреске бергім келеді. Анау күреске, осы жасында таэквондо, әдемі келеді. Оларға қатты бір-біріне жарақатты істемейді олар ше. Енді жаңағы көшеде бір нәрсе болып қалса, енді өзіне тұрып берсе екен дейсің ғой. Бірақ бір рет таэквондоға неттім, 1 айдан кейін кетіп қалды. 1 рет күреске шақырдым, келмеді. Мен айттым, бірге барайық, мен барып жүрген жерге жүр, қара дедім. Болмады да. Өзі футбол жақсы көреді, бірақ футболдан жақсы өсіп жатыр да. Ойладым да, енді жарайды енді. Айтпесе мен шынымен қалап тұрмын да, еркек бала әсіресе бірінші ол енді бір керек жерінде өзіне тұрып бере алса ғой деп ойлайсың ғой. Бірақ енді жарайды, футбол болса футбол дедім, бірақ футболдан өте күшті көтеріліп жатыр да. Сосын ойладым, может сондай шығар, менің бір жоспарым бар. Бірақ оның бір нелер бар, мүмкіндіктері бар, өзінің қалауы бар, икемі бар. Футболға келіп тұрса жарайды онда футболға.
еркіндік бере алу деген нетіп жатырмын да. Қазір мен ана Джордан Питерсон деген кісіні қатты тыңдап жүрмін да. Ол бүйтіп айтады да, баласына мамасының мынандай диалогын айтады да. Балам дейді да, белгілі бір жасқа келгенде сен шық өмірді көр дейді да. Менің жаңа қанатымның астынан шық енді дейді да. Я шықсаң физикалық тұрғыдан саған қауіп бар дейді да. Бірақ менімен бірге қалып қойсаң саған рухани тұрғыдан қауіп бар дейді да. Андай өспей қаласың дейді да. Қалып қоясың, сол өмір бойы маған жалтақтап жүрсің, өмір бойы жаңа менің қанатымда жүргендей боласың дейді да. Лучше физикалық қауіп болсын, бірақ рухың еркін болсын деп жібереді да мысалы баласын. Сол бір үлкен жауапкершілік сияқты ата-ана тарапынан. Енді қазақ атам күшті айтқан ғой, жаңа ұлды молшылық бұзады, қызды жоқшылық бұзады деп ше. Ол соны қадағалау керек мысалы. Қызың болса, қызыңа жоқшылық сездірме. Ол болса керісінше болу керек сияқты ол ше. Өйткені өзі психологияда өзі еркек адам қиыншылықта өседі екен. Қатты бір анау кәсіпте жетістікке жеткен адамдардың бір тарихын зерттеп көрсеңіз, бір момент болған, ол қатты қысылған, қатты қиналған, содан кейін буф деп айтыр, өсіп кеткен да. Өсіп кеткен кезде. Хандарда олай жұмыс істемейді, хандар керісінше. Бәрі молшылық болу керек. Мына жаңа біз айтып отырмыз ғой, мамандық таңдау деп, ата-ананың рөлі дедік. Жалпы ұбт-ға дайындық барысында ата-ананың рөлі қандай болу керек? Мамандық таңдауға, давайте айтайық, 10-шы сыныпта таңдап қойды. Немесе міне 11-ші сыныпта, әсіресе қыркүйек қазан айларында барлығында кешкі шай кезінде бір әңгіме басталады да. Кім болғың келеді деген секілді. Не істейсің? Ары қарай қайда түскің келеді? Окей, таңдады дейік, белгілі бір шешім қабылдады, дайындықты бастап кетті. Ата-ананың рөлі қандай болу керек? Мысалы үшін мен өзім, енді өзімді жаңағы сіз айтқандай, жаңағы өз жауапкершілікті өзіме алған оқушы болып өстімді. Отличник, алтын белгіге үміткер. Андай менің жұмысыма, мен дайындама ата-анам вообще араласпайтын. Ақшасын курсқа беретін болды. Арасында сұрап отыратын, өзінің шаруалары бар, басқа бала-шаға бар деген секілді. Андай өзіме жауапты болдым. Енді ондай оқушылар аз ғой қазір. Өз-өзіне жауапкершілігін алатын, дайындықты бастап кететін. Ата-ананың рөлі қандай болу керек деп ойлайсыз? Менің ойымша уже 10-11-де ата-ананың рөлі тек қолдау сияқты да. Тек қолдау, ақылдасу. Андай указание емес, балам бүйт, сөйт, баста атырма, сен что-то бүйт барасың, сөйт барасың емес. Ақылдасу, мен саған қалай көмек салам деген сұрақ сұраса. Мен саған қалай көмек салам? Менен саған қандай көмек керек? Бала айта алса сосын, мама мен қазір ұбт-ға дайындап отқан конференцияларға қатысып жүрмін ғой, енді сіздер шақырған, мен сұраймын оқушылардан ше, бөлмеңіз бар ма? Бөлек. Сабақ оқитын үстеліңіз бар ма? Бөлмеде жарық қандай? Осы мәселелерді қадағаласа ата-ана ше. Мен саған анау бір күшті креслоңды алып берейін, арқаң ауырмайтындай, белің ауырмайтындай. Мен саған бір анау жарық жасап берейін бөлмеңе. Қалай болу керек? Өзі жазып отқан кезде жарық сол жақтан түсу керек деген сияқты. Сондай нәрсені қадағалайын. Не істеп берейін саған, сен отырып оқи алатындай, Сосын мен бір мектепке бардым, ауылдық мектеп, осы біздің Алматы облысында. Сұраймын да, не кедергі деймін ғой? Оқушылардың бір шатаспасам 80% үй шаруасы дейді да. Үй шаруасы. Біреулер айтады, үйге кешке сиыр келеді, оны байлауым керек. Үйдің бір қыздар айтады, ана менің 4 інім бар дейді, оларды бағам дейді, анау дейді, мынау дейді. Ол болмайтын нәрсе ғой, ол деймін да. Ол енді ата-анасына айтқым келеді, бұл балаға бір еркіндік беріңіз. Ол кішкентай балалардың анасы емес, немесе әкесі емес, ол ағасы, шатаспаңыздар деген сияқты. Жұмысты бүйтіп ысырып қойып. Енді біз енді бұларды оқыттық, қақтық, бұлар не істейді? Мен айтамын, бұлар сізден өтінген жоқ, мені туыңдаршы деп. Біз өзіміз туамыз ғой. Өзіміз қалаймыз. Оның өзінің бір армандарының несіне рұқсат бер деймін. Сол үшін менің ойымша 10-11-де ата-ана ақылдасу керек. Және мен қалай саған пайдалы бола аламын деген сұрақпен. Андай емес, указаниемен емес сияқты. Жақсы жаңа айттыңыз, оқушылардың көп жизасына тиіп кеттіңіз ғой деймін, себебі бізде кішкентай балаларды қарап отырмыз, мал бағуға шықтық деген секілді әңгімелер болады да. Оқушылардан кері байланыс аламыз ғой, неге үлгермей жатсың, тест неге тапсырмадың, конспект неге салмадың, жүктемедің деп. Диванда жатып сабақ оқимын дейді. Отыратын жер жоқ бізде дейді. Кухняда мама сериал көріп отырады дейді. Залда папа бір бәле көріп жатады дейді. Соткысымен. Мен өзім бөлмемде диванда жатып сабақ оқимын дейді. Ата-аналарына бір үндеу жасап жүрсек, осы подкастты көріп отырған ата-аналар, оқушыларыңыз, балаларыңызбен ақылдасыңыздар,
тым болмағанда там кешкі бір шайда бір минуттық 2 минуттық әңгіме барысында қалай ұбт-ға дайындалып жатсың, қанша ұпай алдың деген секілді, курстарынан қалай болып жатыр, дайындығын жалпы қалай болып жатыр, қандай көмек керек деген секілді сұрақтарды көбірек қойсаңыздар. Қанша ұпай алдың, өткенмен ұбт-мен қанша динамика болды деген секілді. Бізде көп ата-аналар былай істейді, курсқа ақшасын төлейді, жоқ. Мен мысалы үшін офлайнда қанша 5 жылдай жұмыс жасадым ғой 2016-2021-лерде. И офлайнда енді ата-аналар келеді ғой, келісім шарт жасауға. Бізде жылдың басында бір көресің, жылдың аяғында көресің. Жылдың аяғында қалай болып жатыр дайындығы. Бір аптадан кейін ұбт деп келеді ата-аналар. Жылдың басында ақшасын төлеп келісім шарт жасауға келеді. Ондай болмаңыздар деп айтқым келеді. Ата-аналарға көбірек балалармен сөйлесу керек. И сол ата-анамен сөйлеспеген немесе сол уақытты олар бізден алады да. Жаңағы махаббатты, сол жаңағы сөздерді бізден естігісі келеді. Менторлардан, кураторлардан, бізден, ұстаздардан. Сол себепті ата-аналарға бір үндеу, көбірек сөйлесіңіздер, сұраңыздар, дайындықтар қалай болып жатыр, жетістіктері қалай болып жатыр, болашақта кім болғысы келеді деген секілді сұрақтарды көбірек қойса. Осы жерде жаңағы біз конфликтный ситуация дейді ғой, конфликттік түрлі жағдайлар болады ғой. Ата-ана маған часто жазады оқушылар. Мен айтамын ғой кейде, ата-ананың уақыты болмаса маған жаз деймін де, сен тыңдамаса, саған ұрысса, немесе ата-аналар өз позициясында тұрып қалады. Мен айтамын, маған жаз деймін де. Прям жаз деп айтамын. И көбісі андай ситуацияларда жазады, конфликтный ситуациялар көп болады дейді. Мені тыңдамайды, мені жібермейді басқа қалаға, мына менің таңдауымды құптамайды деген секілді. Осындай конфликтный ситуацияларда қалай әсер ету керек деп ойлайсыз? Оқушы рөлінде. Оқушы рөлінде. Қалай қабылдау керек? Және ата-ана рөлінде мүмкін. Сәл қиын. Ата-ана рөліне мынаны түсінсе күшті болатын еді. Бала онсыз да бір кезеңде жүр қазір стресс жағдайында. Біз ұбт деп қорқып тұрдық. Ата-ана да айтады, менің абыройымды ақта бір нәрсе деген сияқты. 11 жыл оқыттым деген сияқты. Әсіресе частный мектепте оқытқан болса, вообще авария. Ол бір үлкен стрессте жүр. Екінші, ол переходной возрастта жүр. Ол біреу ғашық болып жүрген шығар, ол бір достарымен ұрысып қалған шығар, немесе оны бір ортасы қабылдамай қалған шығар, немесе ол футболдан ұтылып қалып кішкене бір көңілсіз жүрген шығар. Сондай удар үстіне удар болып отқан кезде ата-ана да келіп бергілейді, не болып жатыр деген ауыр болып кетеді да. Бірақ оқушы тұсынан айтатын болсақ, мен бүйтіп айтар едім да, оқушылар бүйтіп нетеді, мен түсінбейді папам дейді да. Мама мен түсінбейді, мен өмір айтамын, мен сұраймын, қалай не істедің, не істеп жатсың, жоспарың қандай, болашақта қандай шешім қабылдап жатсың, қазір не істеп жүрсің, сабаққа қалай дайындалып жатсың деген нәрсе сұраймын. Шикі да. Мен айтамын, мен өстім деп айқайлай бергеннен өсіп кетпейсің. Сенің нақты жоспарың болған кезде, нақты міне әке, мама, мынандай жоспарым бар, мына мамандықты бітіремін, одан кейін мына жерге жұмысқа отырамын, 5 жыл іші істеймін, одан кейін мына жаққа өсемін, мынандай болашақ былай бір жоспарым бар деп көрсетсең, әке-шешең айтады, мына баланың жоспары бар екен. Мынау ересек адамдар жасап жатыр екен ғой. Болды, сіздің ересек болғаныңызды деймін, әрекетіңізбен көрсетіңіз деймін да. Айқайлап тиіспеңдер маған, мен өстім деген сөзбен емес. Әрекетпен батыл қадамдар, дұрыс қадамдар жасаңдар деймін да. Соғыста олар қолдайды. Тіпті кейбір ата-аналар айтады, мен білмеймін ғой балам дейді, мен мұғалім болғаныңызда айтады маған. Мен білмеймін ғой балам дейді. Сендер айтыңдар, өз бір таңдаулары бар дейді. Мысалы еркіндік береді ол жағынан. Ондай кісілер де бар, ол тіпті жақсы. Жақсы. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, ата-ананың үміті деп. Мен кейбір оқушылар айтамын ғой, не қалайсың? Осындай ұпайды қалаймын, осындай ұпайды қалаймын, мына универге түскім келеді, Алматы қаласына түскім келеді, Астана қаласына түскім келеді, мына универ, мына мамандық деп айтады да. И көбісі былай жазады, ата-ананың үмітін ақтау дейді. Осы жайлы не айтасыз? Ата-ананың үмітін ақтау. Бұл бар. Біздің қоғамның бір құйып қойған не сияқты сөз сияқты. Иә, стереотип құйып қояды балаға кішкентай кезінен. Сен мені асырайсың дейді. Мен есімде мысалы. Қазір айтайын ба, 3-4 сынып болуым керек. Реферат деген бәлдер енді басталды, бәлдер дейма. Қолмен жазамыз ол кезде. Трафарет қойып қоямыз, жазамыз астына сызда. Мен реферат жазып отырам. Мама бір туысқан ба, бір қонақтар келген еді түнде, сол айтып отыр да, біздің үмітіміз ғой, ертең бізді асырайтын ұлымыз ғой, бір нәрсе. Енді 4-ші сынып бала үшін менің ойымша тым ауыр ақпарат та бұл. Менің психикам өзі сынаттан қалай мен бұл кісілерді асырайын деп ше.
бұл кісілер мен деген қалай ақша табамын, мен бұл қалай болады деген ауыр ақпарат та. Оны үмітім деп, сосын жаңағы мен сені тоқыттым, енді давай деген. Онсыз да біздің қазақ қоғамында, біздің ата-анаға бізде вообще проблема жоқ, біз бағамыз, біз жаңағы қорғаймыз етеміз. Бірақ оны айта беру ауыр сияқты да балаға ше. Ауыр. Бала сосын не дейді, мен ата-анам үмітін ақтауым керек дейді. Мен сұраймын да, андай күшті мақсат қой, күшті арман, молодец. Қалай көріп тұрсың сен оны? Вот ақтадым деп айта алатын күнің қай күн? Галочка қай күні қойылады дейсіз ғой? Жоқ қой. Мысалы анамның ақ сүтін ақтағым келді дейді. Ананың ақ сүтін ақтай алмайсың сен. О бастан қате не? Сол жолдамыз, арманымыз сол. Бірақ фактически галочка қоятын күн жоқ. Мам болды, мен ақтадым ғой, енді хабарласпа деп айтатын күн жоқ қой. Сондықтан образный сөз, мысалы жай ұбт тапсырса үмітін ақтады болды. Жай бір жиналысқа барғанда мақтаса, сіздің қызыңыз молодец, осындай десе болды, үміт ақталды да. Оны қиын қылып көрсетуге жоқ сияқты. Жаңағы қорқыныш жайлы айтып едіңіз ғой, қорқады деп. Осы қорқыныштарды қалай жеңуге болады, немесе қорқынышқа қандай чит-кодтар бар? Себебі оқушылар стресста ғой. Енді ойлаңыз, 10 жыл дайындалмайды. Енді көбісі 11-ші сыныпқа келген кезде, немесе 10-ші сыныптың соңына қарай ойлана бастайды. Оты бар екен ғой. Формат қандай, бейіндік пәндер қалай таңдау керек, и дайындық тақырындап бастайды. Бізде қазір 1 емес 4 ұбт бар. Қаңтарда тапсырады, наурызда тапсырады, сосын 2 рет негізгі тапсырады. Ол жақсы негізінен. И анау қаңтар ұбтысы барды, қаңтар ұбтыға дейін 4 ай бар. И жарыса бастайды. Мектептен қыркүйек айында әсіресе андай болады да, общий бір жалпы бір пробный тапсырады да. Мектептер завучтар болатын ғой. Общий бүкіл 11-ші сыныптар жиналады да, барып автобуспен барып пробный тапсырады, нәтижелерін белгілейді, и сол күні басталады да. Дайындықтары негізінен фактически. И ұбт-ға дайындық барысында жаңағы стресс бар, ата-ана бар, нашта мектеп бар, нашта вообще дайындалмаған, немесе бетін ашпаған кітаптар бар. Ол енді реальность да. И осы кезде оқушы қорқады. Жаңағы үміт ақтамадым дейді, что-то аз алып жатырмын дейді. И осы кезде қорқынышты қалай жеңуге болады? Баста қорқыныш эмоциясын жақсы көру керек деп айтар едім ше. Қорқу керек. Ол күшті эмоция, ол менің нервтық системамды бір стресске дайын ұстап тұрады. Вот қорқып тұрмын ғой, мен қорқып тұрған кезде менің денем 4 есе күшейіп кетеді. Вот мен дайынмын, мен қазір білмеймін, ана жыртқыш маған секірсе, мен қашып үлгеремін, немесе ұрып үлгеремін деген сияқты. Ол негізі қорқыныш эмоциясы күшті эмоция. Давайте оны жақсы көрейік деймін да, жақсы көрейік. Қорқам. Ол менің миымды андай бір рисктарды байқауға итермелейді да. Күшті. Қорқып та істей берейік деймін да. Бұл да эмоциядан қашудың керегі жоқ. Бірақ қорқыныш эмоциясында базалық андай бір сұрақ болу керек та. Менде бір физикалық қауіп бар ма маған, немесе екі маған эмоциялық қауіп бар ма? Әдетте эмоциялық қауіп маған жұрттан болады да. Ол менің өзімнен болмайды ол. Өзімнен болмайды. Эмоциялық қауіпта тұрған ештеңе жоқ сияқты. Мысалы, физикалық қауіп точно жоқ. Бар да, ол бүтін құлақ қалды. Не болды? Физикалық қауіп өліп қала ма? Мен ештеңе. Эмоциялық қауіп бар ма? Жұрттан бар да. Мамасының подружкаларынан бар. И то мамасының подружкалары, сен балаң түспепті ғой деп мазақтамайды ғой. Ол да мамасының баласына құйған әңгімесі да. Сондықтан бұл қорқыныш эмоциясына мән бермей, одан да мен арманыма фокус қойсам, ол кезде уже ұбт-ға дайындалу махаббат болатын сияқты. ұбт-ны бір қорқыныш нәрсе деп емес, ол маған бір мүмкіндік. Мен мынау келесі дәрежеге өтетін мүмкіндігім ғой. Мен жақсы көремін оны. Мен сол үшін дайындаламын десе, басқаша дайындалады еді бала. Өйткені ар жағында оның арманы тұр. Шын жүрекпен мен маркетинг оқығым келіп тұр деп тұр бұл ше. Шын жүрекпен мен ертең атақты маркетолог боламын деп тұр, армандап тұр. Енді ұбт жолда тұр ғой. Онда бұл маған мүмкіндік қой. Мен бұны ашып өтіп кетуім керек. Бұл есікті ашып ары қарай баруым керек арманыма десе, басқаша дайындалады. Бүкіл барлық жерде бізді өсіру ғана бар, қорқыныш бізді өсіреді, ашу бізді өсіреді, қызғаныш бізді өсіреді, бәрі өсіреді бізді. Ана тіпті баскетбол ойнап жатқан кезде дейді, анау сенің досың, бірақ алаңда сен жауың ғой, енді қарсыласың, жау емес, қарсыласың ғой. Бірақ қарсыласу арқылы ол не істеп жатыр?
қарсылау асылу арқылы ол сені күшейтіп жатыр ғой. Анау гол салуым үшін мынау маған давление жасады, мен соның нәтижесінде тұра алғаным үшін кедергі жасады ғой. Мен демек мен осы кедергіге қарсы тұра алып анаған салауды үйрену үшін мен күшейдім деген сөз. Ол да тура сондай. Ол бір жаудың ойлап тапқаны немесе бір құлататын мәселе емес қой. Сен ертең өмірлік бір мәселелерді солай шеше алатын болуың керек. Сен ертең университетте қалай дайындалу керек екенін білуің керек. Онда рахмет, ұбт-ға рахмет, онда мені дайындап жатса, мені күшейтіп жатса. Өзі қорқыныш эмоция да жоқ кететін сияқты да. Уайым енді болады бірақ. Уайым ол, мне кажется, соңына дейін болатын секілді. Болу да керек та. Болу керек. Қорқып барып тапсыру керек дейсіз ғой. Иә, онда тұрған ештеңе жоқ. Андай. Мен сұрайды ғой, жаңа шаршамайсыз ба? Шаршаймын деймін. Сонда да барасыз ба дейді. Барасың, шаршап барасың. Бастығым жақсы көрмеймін дейді. Не істеймін дейді. Мен бастық жақсы көруден тапсырма жоқ. Жақсы көрмей қой. Жұмыс істеу керек ол жерде. Негативті эмоция жоқ қылып жібергіміз келетін сияқты кейбір жерде. Дұрыс емес. Ол да эмоция ғой өйткені. Ол да эмоция. Оның да пайдасы бар. Жақында бізге мастер-класс түсірдіңіз ғой. Жаңа мастер-класс өткізіп едіңіз ғой. Сол жерде көрдіңіз ғой, иә. Менде қазір қыркүйек. Көп оқушылар жоспар жасамаған, жоспарсыз жүреді. То есть андай хаос дайындықта. Бүгін бар, ертең жоқ, немесе андай 5 күн өте тиімді жұмыс жасайды, одан кейін шаршап қалады деген секілді. Жоспары бар болса да, оны енді 9 ай бар ғой, бұтқа дейін әлі 9 ай бар, 10 ай бар, 5-6 ай бар. Оны бірге алып жүре алмайды да. То есть тез андай несі қалады да, эмоционалды тұрғыдан сарқылып кетеді да. Осыны қалай жоспарды әдетке айналдыруға болады? Жоспарды қалай қадағалап жүруге болады ұзақ мерзімді? Осы жерде ұстаздардың және ата-анасының көмегі керек сияқты. Бала 16 жасар, 17 жасар. Әлі де ол миының бүкіл бөліктері толықтай іске қосылмаған болуы мүмкін. Ол ұзақ мерзім жоспарлау менің ойымша 17-18 жастан басталады ау. Өйткені теменная кора мен префронтальная кораның арасындағы байланыс өзі 16-да қалыптасады екен да. Сол үшін жаңа 9-шы сынып бір оқушыға 10 жылдан кейін боласың деген сұрақ, не сұрақтан негізсіз сұрақта. Енді ата-ана тарапынан бірге отырып жоспар құрса. Қызым, балам, кел, қалай? Менен білмеймін сенің ұбытыңды. Бірақ сенің қандай жоспар бар, мен давай бірге талқылап көрейік. Сосын қызы отырып бүйтсе, бізде қазақ тілден мынанша сұрақ келеді. Мен қазір қыркүйекте тапсырдым. Менің білмеймін 20 ұпай жинап тұрмын. Маған енді алдағы бір айдан кейін 25-ке көтерсем осыны. А нүктесі мен Б нүктесін жаздық. Жазбаша. География, биология таңдадым мысалы. Географиядан мен мынанша жинадым. Осы неде менің мақсатым келесі айда осынша жинау. А нүктесін, Б нүктесін бәрін жазып шықтық. Бүкіл сабақтар бойынша. Енді мен ересек адам ретінде баламнан сұрасам, балам, қалай ойлайсың? Мен сенің географияңды білмеймін деймін да. Географияңды білмеймін. Бірақ сен өзің айтшы. Мынаны 20 болып тұр қазір. 25 қылу үшін не істеуің керек десем, бала айтып береді. Ол үшін мама, мен мынаны істеуім керек, мынаны тіркеп ал, тірке. Енді мынандай бір бізде былай болады жаңағы 4-ші сыныпта диплом жазатын кезде қыркүйекте бүйтіп жазамын деп тақырыбын алып аласың, кірісесің, кітапханаға барып кітап жинап аласың ол туралы. Сосын бітті құлайды. Ештеңе істемес. 2 аптадан кейін диплом деген кезде ұйықтамай жазасың ғой. Ұйықтамай 2 апта жазып шығасың. Сонда мына орта бос болып қалды ғой. Ұбт-да дәл солай ғой. Иә. Мен айтамын, битсе деймін да, чекпоинт дегендер болады жаңа текстердің нүктелері тың қойып тастаған. Мысалы әр аптасына дүйсенбі күні кешкі 7:30-да менің қызыммен немесе баламмен отырып, анау екеуміздің бірге құрған жоспарымызды бір көз жүгіртіп шығу. Балам, біз бүйтіп жоспарлаған екенбіз. Бір аптада біз осынша сұрақ шешеді деген екенбіз, осынша тест тапсырам деген екенбіз. Қалай болып жатыр? Сосын тапсырдым немесе тапсыра алмадым. Бала айтсын. Баланы таяқ жеп қалмасын енді, тапсырмадым деген үшін. Бірақ менің миссиям апта сайын баламды бүйтіп қайтып көтеріп тұрсам, тың кеткізіп. Ана бүйтіп түсіп барады, одан қарай линия, мен тексерем ғой. Тың қайтып көтеріледі. Қайтадан түсіп барады, тың қайтып көтеріледі. Сөйтіп апта сайын білсе, ертең дүйсенбі папа сұрайды немесе мама сұрайды. Трекер бұл. Иә, трекер ғой. Сосын ұстаздар өздері онсыз да істейді ғой ұстаздар. Бірақ әке шешесі тарапынан да бір не болса ше. Сонда мынау тың көтерілген, бүйтіп коридормен барады да, осы коридор потоки деп айтылады екен да. Бүйтіп түсіп кеткеннен гөрі, анау жоғарыда бүйтіп барған коридор бүйтіп құлап барса да, ол жақсы екен. Сондай жағынан көмек тигізсе ше. Осы жерде бір жақсы идея келіп тұр. Андай жоспарды барлығы көретін жерге қойып қойса. Тамаша. Иә, мысалы үшін там холодильник дублировать етіп қойса, бір нұсқасы бар, өзінің бөлмесінде екінші нұсқасы бар, холодильникке қойып қояды, немесе бәрі көріп жүреді. Ата-анасы келеді де қарайды, бүгін мысалы географиядан
иә ертең тарихтан дайындалып жатыр аха деген секілді. Сол жерде нәтижелерін жазып қойса, бүгін пробныйдан 80 алдым, екінші пробный 85 алдым, 87 алдым, қаңтар ұбт-ға осынша күн қалды деген секілді. Иә дәл сондай как напоминалка болып тұрады да. иә сондай бір жақсы болар еді. мен ұбт-ға дайындайтын бір орталықта жұмыс істедім ғой, сол кезде бір ақ рет 2 жылда бір әке келді ғой. Ана да келген жоқ ол сұрақпен, енді проблема болса келеді, немесе басында тіркелуге келді ғой. Енді бұл 2007 ғой, 2011 ғой, қазір ондай емес шығар. Бүйтіп сұрады ғой әкесі, маған жазып беріңізші өтініш деді ғой. Қай айда қай тақырыпты өтесіздер, мен үйде сұрап отырайыншы баламнан деді. Мәссаған, мен таң қалдым. Басында қорқыңқырап кеттім, менің жұмысым тексергісі келіп тұрған сияқты болып қалды да, кейін айтты, жо балам, мен түсінбеймін да ғой деді, сенден тақырыптан деді. Үлкен кісі екен. Мен тақырыптарын түсінбеймін да ғой, мен баламнан сұрап отырайыншы әшейін деді. Мына сабағың қалай болды деп айтуымның өзі, онда ол күшті да, онда ол күшті. Бала да біледі да, әкем де біледі екен ғой, әкеме де қызық екен ғой бұл тақырып, мен әкем де бұл тақырыпты мені қолдайды екен ғой деген сияқты күшті болар еді. Мүлдем білмеймін деп қадағаламай қою проблема, немесе қырып жою ол да проблема. Не істеп жатсың сен, мен сен ақшаң төлеп жатырмын, оқытып жатырмын, не шығады сен ертең деген ол тоже проблема. Міндет түсіну. Міндет түсіну. Жалпы ол біздің міндетіміз ғой. То есть ата-ананың мойнындағы парыз ғой, оны оқыту, тоқыту, ол үшін ол қарыз емес, кстати. Тіпті ертең діни тұрғыдан нететін болсақ, біз қарыз болып қаламыз, ата-ана ретінде ше. Ата-ана ретінде. Мына жақта қазір дайындық бойынша әңгіме кетіп жатыр ғой. Енді дайындық бойынша бізде енді 11-ші сынып оқушысы, иә, түске дейін 1-ге дейін 2-ге дейін олар мектептің емтихандарына дайындалады, мектептің сабақтары бар. Түстен кейін келеді, ол міне дайындыққа отырады. Көпшілігі деп айтайықшы, иә. Барлығы деп айтпай ақ қояйын. Кейбіреу түстен кейін дайындалады. Көбісі енді кешкі уақытта демалады, кешкі асын ішеді, жаңағы бауырлармен, сіңірлермен, қарындастармен ойнайды. Бізде мысалы үшін көп оқушылар түнгі 2-ге дейін, түнгі 1-ге дейін сабақ оқиды. Иә. Себебі неге сен бұл кешке дейін оқисың деймін да? Қараңғыда мысалы үшін, иә. Или өте кеш қой десең, ешкім шуламайды дейді. Барлық ұйықтап қалған кезде жағылыз оқу маған ұнайды дейді. И осы жақта енді сіз мидың жұмысын, әдет қалыптастыруды терең зерттеп жүрсіз. Осы бойынша енді бізде биологияда не айтады? Иә, былай ғой. Миымыз қалай жұмыс жасайды екен? Ұйқыны түнде ұрлау өте қауіпті да, ол денсаулыққа зиян. Түнгі күн батқаннан кейін, шамамен 1,5 сағаттан кейін, сол құптан намазынан кейін уже бізде мелатонин бөліне бастайды. Мелатонин бізді емдейтін не ғой? Бізді емдейтін гормон, мықты гормон. Ол гормон бөлінгенде мен ұйықтап жатсам, ол үлкен пайдасы бар маған. И оның жаңағы миымның терең ұйқы фазасында миымның жаңағы ұзақ мерзім жадыма өте үлкен пайдасы бар да. Енді мен түнде дайындыққа жұмсаймын. Не үшін түнде дайындыққа жұмсаймын? Өйткені мен таңертең оянатынына сенбеймін да, ояналатынына. Бірақ мен мына нәрсені білемін да, бір-ақ күн дұрыс емес ұйықтаған оқушы ертеңге оның миы 25% әлсіреп қалады да. Эффективность, тездігі, қателесу көбейіп кетеді. Мен мына нәрсені ұстанар едім да, одан да бұл жерде де ата-ананың бір үлкен несі бар да, жауапкершілігі бар. Одан да бүкіл үй болып біз сағат 10-да ұйықтайық, 10-да, 10:30-да, ары кетсе 11-де. Мен жалпы 10-нан кейін бір серьезный тірлік шешіп жатқан адам аз. Серьезный тірлік шешіп жатқан адам аз 10-нан кейін. Бір тәрбиелік мәні бар. Білмеймін, бір діни орта бір нәрсе деп жатсаңыз, окей. Той ол серьезный тірлік емес. Біреудің туған күні ол серьезный тірлік емес. Білмеймін, бір вечеринка, серьезный тірлік емес. Оннан кейін бір маңызды тірлік жоқ. Ең болмаса 11-де бәрі ұйықтап қалса. Сөйтіп 7,5 сағат немесе 6 сағат есептесек. 10-да жатқан адам 6 сағат 4 болады. 5,5-да тұрса, оның әлі бір 2,5, 1,5-2 сағаты бар да. Мектепке дейін. Иә, мектепке дейін. Сол уақытта сабақ оқу бәрі тыныш па? Бәрі тыныш. Дала жарық па? Дала жарық. Мен отырып жоспарларымды құра аламын ба тыныш жерде? Иә, сабағымды оқи аламын. Бірақ сол бір бізге таң бір қорқынышты көрінеді. Неге таң қорқынышты? Өйткені ұйқымыз дұрыс емес та, сапасы төмен. Сапасын арттырып, біздің жаңағы түнде оқитын 2-3 сағатымызды таңға ауыстырсақ күшті болар еді. Өйткені ұйқысы дұрыс емес болған студент ол қатты бір есте сақтау қабілеті әлсіреп кетеді. Бірінші кезекте ұйқы деп айтар едім. Әсіресе математика,
мына есепке қатысты жаңағы сабақтарды түске дейін оқып тастап сол 9, 10, 11-ге дейін ғой ми жұмыс жасайды. Обедке қарай олар уже мен есімде ана 5-6 сабақта отырған кезде уже тамақ төлей бастайсың, уже андай әлсірей бастайсың да. А бұлар түстен кейін, сабақтан кейін тағы да екінші сабаққа фокус қою керек та. Бізде анау біз енді бір салт дәстүр бір нәрсе дейміз ғой, бірақ салт дәстүр мәселесінде де бойжеткен қыздарға жұмыс еткізбеген ғой бізде ата бабамыз ше. Қайтадан жаңағы соңғы оқыған дейміз, сол ұшқан үй болып тұр ғой. Ана Бауыржан Момышұлының әпкесі Обиян жаңағы күйеуге шығар кезде жалпы оған дейін де айтады ғой, даладағы тірліктердің бәрін еркектер болып істейтін едік дейді да. Жаңағы үйдегі қыздарымыз дейді бойжеткеннен кейін, сонда шамамен бір 14-15 жаста асқаннан кейін бітті тігінге отыратын еді дейді. Тігіс тігеді, ою тігеді, бір нәрсе тоқиды, сондай тірлікпен айналысатын еді дейді. Үйде нәзік бір сондай немен дейді да. Күшті ғой. Екінші бір картинка бар, ол бейшара, ол мама, ол 11 сынып қыз, ол жұмыстан келеді, үй жинайды, сабақтан келеді, үй жинайды, ол кешкі ас жасап қою керек, кешкі ас жасап қоймаса жұмыстан шаршап келген мамасы ұрсады оған, әкесі ұрсады оған. Сендей қыздар анаяқта сиыр сауып, үйін айнадай қылып тазалап қойып, тамақ жасап отырады, сенің жүрісің мынау деп оған ұрсады. Сосын оның інісіне немесе сіңілісіне бір нәрсе болып қалса, ол таяқ жейді. Қарамайсың ба, сен осылан әпкесі емессің ба деп. Ауыр сияқты да. Ауыр сияқты ше. Оқушылардың жазасына тиіп жатса ғой қазір. Осыны көрген оқушылар комментарийға жаза кетіңіздер. Осындай оқиғалар болып жатса, ата-аналарына үндеу жасау керек, жаңағы алдында айтып кеткен заттарды оқу керек деп ойлаймын. Бұны енді бұл бүйтіп құтыла салуға болады да, енді қиын қазір жағдай деп ше. Бірақ бәрібір ата-ананың жауапкершілігінде ол. Қиын болса да сенің жауапкершілігінде. Қиын болмаса да сенің жауапкершілігінде. Болды, біз одан қаша алмаймыз. Ата-ана меніңше мынаны түсіну керек та, ертең ақылы бөлімге түссе, қазір енді орташа есеппен 1,5 миллион теңге ғой. Мықты жоғары оқу орындарда 1,5 миллион теңге, енді 4-ке көбейтіңіз 5-6 миллион теңге. Бұл ана жүріс-тұрыс, киім-кешек, тамақ қанаусыз 5-6 миллион теңге. Лучше енді стратегия ғой бұл жерде бір сөзбен айтқан кезде. Лучше мен мына 11-ші сыныптағы баламды, қызымды, ұлымды үй шаруасынан босатайын. Бұл өзінің жаңағы дайындалсын. Кейін бұл бізге отбасымызға осынша ақша, қаражат үнемдейді. Біріншіден, екіншіден сол жақсы оқыған үшін еще стипендия алады, шәкіртақы. Керемет емес пе қазір? Шәкіртақы білсеңіз 40 мыңнан 80 мыңға дейін барады. Мұғалімдік мамандықтар тіптен жақсы. Күшті ғой. Күшті ғой. Қолдау и сенім беру керек сатып балаға. Мен саған сенемін. Қызым, ұлым, бұты тапсырасам, тапсырмасам да мен сені жақсы көремін. Болды, мен сенің жаңа арқаңда тұрмын, уайымдама. Сен еркін болып дайындалсаң болды. Еркін. Ала алатыныңа сен, грантқа түсе алатыныңа сен. Сен шынымен түсе алатын баласың. Мен сенің потенциалыңды білемін. Сен ерекше баласың деп, әркім өз баласы ерекше ғой. Әрқайсысы ерекше. Сондай мен үміт бере алсам оған. Ұрысқаннан көр. Андай бір осы бала туралы андай бір соңғы біраз уақытта осындай әңгімелер айтып жүрмін ғой психологияға қатысты. Мен ана бір кіші ұлым бұзық та менше. Кіші ұлым кейде ойлаймын де, осы сенің ана бір емтиханыңа осы деп ше, жұртқа күшті қылып айтасың ғой, ал міне көр ал енді деп ше, сен қалай реагировать дегенсің. Тоже бір демей, әйтеуір тыңдай аласың ба деген сияқты. Қызық. Жаңа біз ұйқы жайлы айттық, енді әдет жайлы айттық, ата-ананың рөлі, мұғалімнің рөлі, мамандық жайлы айттық, біраз әңгіме талқылап салдық. Тағы да бір қозғағым келе отыратын мәселе бұл ұмытшақтық. Біздегі оқушылардың ең үлкен бір жауы, ең үлкен бір мәселе ол ұмытшақтық. Ана Эббингаузен қисығы деген түсінік бар. Уже 20 минуттан кейін не айтып отырғанын ұмытып қалады. Біз бұған 9 айдан кейін ұбт-да қалай білмейсің барып деп бұл сұрақты өттік қой деп сұраймыз да. Бұған қарсы тағы да бір нелер бар ма, чит-кодтар бар ма, қалай білесіз өзіңіз? Чит-код кедергілерді азайту керек сияқты ше. Мынандай анау кішкентай балалар, мектеп жасындағы балалар, бастауыш сыныптар көп нетсе, цифровой әлемге көп кіріп кетсе, цифровой аутизммен ауырады деген бір ұстаным бар, сенім бар.
мен қазір осы мәселені ойлаймын да, тіпті кейбір үлкен адамдарда кездесетін сияқты цифровой аутизм. Мен кейбір жақындарымызды қараймын ғой, бір 50-ден 60-тан асып кеткен кісілер кәдімгідей тиктоктан шыға алмайтын сияқты. Отырады, кіріп кетеді. Кешке қарай наушнигін тағады да болды. Ана кейбір кезде қарасаң түнде де бір нәрсе көріп жатады ше. Мен ойлаймын, мынау тикток немесе жаңағы инстаграм, цифровой аутизм, ол кішкентай 3-ші сынып, 4-ші сынып балаларды қоя берші, үлкендерге де жеткен сияқты ше. Енді балаларда да осы бір үлкен кедергі болады ше. Анау стресс, уақытын алу, ұмытшақтыққа тікелей алып келетін мәселе. Негізі бізде ақпараттың бәрі сақтаулы ғой. Мысалы, мені қазір гипноз жасай алатын маманы гипнозға кіргізіп, менен ақпараттар сұраса, мен анамның құрсағында жатқан кезде естіген нәрселерімді айтып бере аламын. Я гипнозда. Там бірінші сыныпта не болған, екінші сыныпта не болған, ол рас. Өйткені менің миымда бәрі жазулы тұр. Мен оған баратын жолды ұмытып қалдым. Я бір нәрсешінші полкада тұр, ол 5 миллиард 315 мың 414 полкада тұр. Бір 3-ші сыныпта ағылшын тілінен өткен, математикадан өткен ақпарат тұр, формула. Бірақ мен оған баратын жолды ұмытып қалдым. Неге ұмытып қалдым? Өйткені үстіде деу болып тикток тұр, деу инстаграм тұр. И ол жердегі ақпараттар тәтті ғой. Тәтті, виртуальный әлем өте тәтті. Өйткені 15 секунд сайын бір нәрсе өзгереді. Я бір әдемі ит жүгіріп келеді, аузында гүлімен, деп бір Парижде Эйфель жаңағы мұнарасының қасында бір жігіт ұсыныс жасайды қызға, вау дейсің, күшті болады. Бір өз тұрды ду-ду деп машина соғысады, сен оқ деп қаласың. Біздің денеміз соның бәріне дофаминмен жауап беріп жатыр. Енді ол наркотик кәдімгі. Бақыт гормоны ғой. Тәтті дофамин маған. Енді қазір зерттеулер мынаны көрсетіп жатыр, біздің дофаминдік нормамыз көтеріліп кеткен. Бұрын 100%-да дофамин біздің денеміз нормально өмір сүретін болса, қазір көрсеткіш 150% болып кеткен. Енді 150-ден сәл түссе, мен сотканы іздей бастаймын. Сотка майда деп ше. Өйткені виртуальный әлем маған өте тәтті. Осы мәселе мен есте сақтау қабілетіме тікелей әсер етеді. Оқушы кезде мен тіпті сотканы білмеймін, бірақ қазір соткамен сабақ оқиды балалар. Соткамен оқиды ғой, бірақ жаңағы сіз айтып отырған тикток пен инстаграм оқушылардың тағы да бір бойына тиіп жатырмыз қазір. Мен алдында енді офлайн сабақ берген кезде бар ғой, телефондарын алып алатын. Сабаққа кірер кезде телефондарын алып алатын. Офлайнға керек емес қой. И тиктоктан дашындар деймін де, экранный времяларын дашындар деймін де. И ана жерде мен үлкен цифрларды көрдім де, 6 сағат отыратын, 7 сағат тиктоктың өзінде. Инстаграмда мен рекорд 11 сағат әлеуметтік желіде тикток, инстаграм. Аптасына, Аптасына емес, күніне. Рекорд 24 сағаттың 11 сағатын инста, тикток, ютуб та отырған. Міне 11 сағат, 24 сағат өзі тәулікте бар, 11 сағатын сол жерде отырған. Мен сол кезде бұл звонок деп ойластырдым да. Енді бұл біз қаласақ та қаламасақ та виртуальный әлем тәтті. Өйткені 15 сайын, минут сайын, 15 секунд сайын өзгеріс болады ол жерде. Шындық ше, реальность 15 секунд сайын өзгермейді ештеңе. Біз қазір сізбен бір күн болды жүргенімізге, бірақ қандай бір авария болған жоқ, біреумен төбелескен жоқ, землетрясение болған жоқ, бомба құлаған жоқ. Бір қалыпты өмір да, бір қалыпты өмір. Бізде солай. Енді мен анау тәтті виртуальный өтірік әлемге үйреніп қалдым ғой. Енді мынау әлем маған қызық емес та. Ішім пісіп кетті ағай дейді. 40 минуттық сабақ қалай ішім пісіп кетті сенің? Отырмыз дейді да, кіріп кетеді анаған, кіріп кете берді. Апасына, мен мынандай бір зерттеу бар, мен қалтамда сотка тұрса, мен қалтам дыбыссыз тұрса да бейді біз десе, мен сізбен сөйлесіп отқанда, менде кортизол көтеріледі екен да, кортизол дәрежесі көтеріліп кетеді. Стресс гормоны ғой, ана тыпырши бастайды да, андай. Сізге білдіртпей көтерсем, бірақ андай да, кім жазды екен, үйде бәрі аман ба екен, ана жұмыстан бір нәрсе етіп қалдым екен, деп түсін, алып қалсаң, досың деген бір прикол жіберген да, болды. Рилс жіберіп отыр дейсің. Рилс жіберіп отыр, бір нәрсе жіберіп отыр. Ең қызығы, қазір мен айтамын ғой, жаңа балалар енді соткадан сабақ оқиды, окей деймін, бірақ бәле мынада ғой, соткадан кірдің, ал кітабыңды оқып отырсың, бір тыңқ деп жоғарыдан бір хабарландыру келеді. Бір жақының рилс жіберген, тыңқ деп кірдің, бір прикол жүріпті. Одан дейсің да, келесі кет бір кезде 1 сағат отырып қалғансың да, 1 сағат өтіп кеткен сен бүйтіп рилстан. Өзімде болып жатыр ғой сондай меніңше. Содан кейін мен осыдан 1 ай болып қалма, сондай статистика оқығаннан кейін, хотя менің табысым тікелей инстаграмға байланысты. Мен инстаграмда уведомление өшіп тастадым да. Өзім сағатына 1 рет кіріп тұрам, қараймын. Не, кім жазды, маңызды бір нәрсе бар ма, жоқ па деген сияқты болды. Біразда уақыттан кейін тұрдым да WhatsApp'ты да өшіп тастадым да.
Енді командама айттым, өте маған жақындарыма айттым, келіншегіме, командама, әке шешеме айттым. Мен WhatsApp-ым өшіп тұр. Егер срочно жауап керек болса, звондаңдар. Бірақ мен шамамен 1 сағатта, жарты сағатта бір рет кіріп тұрамын. Сол кезде жауап беремін. Егер андай қатты күйіп барып қалса, солай деп ше. Рахат болып қалды ғой, білесіз ба? Рахат, сөйтсем күйіп бара жатқан ешқандай хат келмейді екен саған. Бірақ өйстіп отырасың да бір тыңқ дей береді, біз ойлайсың, яғни қанша хат жазды, өлді біреу точно. Оқу керек ананы дейсің ғой. Енді жақындарың біледі. Маған телефон шығады, менің командам асығыс болса бірден телефон шығады, түсінемін. Не болды деймін? Ана WhatsApp-та оқымадыңыз ғой, ана бір нәрсені қазір қол қойып жүру керек дейді. Жарайды деймін, қазір келемін деймін да, істеп тастаймын. Бірақ мысалы менің табысым соткаға қатысты да. Соның өзінде өшірілғаннан кейін күшті болып қалды. Осы жерде мынандай бір айырмашылық бастады. Күнде мен таңертең 7-тен 9-ға дейін күнде тренировка, 2 сағат. Күнде енді 2 сағат тренировкаға мынау кететін. Мысалы күнде 2 бұлшықет жасаймын ғой. Бір бұлшықетке 4 жаттығу, 4-4-тен 12 рет көтеремін деген сияқты. Егер 4-4-8 жаттығу, 14-ке көтеремін, сосын 32 деген сияқты істеймін сол. 2 сағатым кетеді менің. 2 сағат. Мынау соткадағы уведомление өшіп тастағаннан кейін 1 сағат 15 минут, 1 сағат 10 минут кетеді. Ештеңе өзгерген жоқ. Жаттығулар тура сол жаттығулар. Мен ойлаймын да қалай мен сонда бұрын сөйтсем мана бүйтіп бір нәрсе жасап жатасың, тыңқ дейді, сосын жауап бере салайын, жауап бере саласың. Сосын тағы жасайсың, тыңқ дейді, біраз жауап бере саласың, бір нәрсе қыла саласың. Әйтпесе таңғы 7-те қаяқтың бір серьезный хаты келеді уже. Бір нәрсе сұрайтын етеді ғой енді. Сөйтіп сонда 2 сағатқа созылады екен ғой. Сонда шамамен жарты сағат 40 минут соткаға кетіп жатыр ғой. Қазір экран уақыт кәдімгідей азайып кетті. Оқушыларға осындай кеңес берейік та уведомленияларды өшіріп тастау. Яғни әсіресе Instagram, әсіресе TikTok, YouTube почталарды өшіру. Ең бірінші кеңесіміз. Екінші кеңес бұл әрине шектеу қою. Түрлі бағдарламалар бар екен ғой, ана шектеу қойып тастайды. 30 минуттан жоғары кіре алмайсың. Не істесең де сен уже анан кіре алмайсың. Сонда неше түрлі бағдарламалар бар. Күшті. 30 минут, прям 30 минуттан 40, енді бірден 30 минутқа дейін қысқартып тастамау керек әрине. Оларға өйткені стресс қой. Ол да стресс. Қазір 2 сағат кіріп жүр ғой. 2 сағаттан 1,5 сағатқа қысқартсаң, кейін 1 сағатқа қысқартсаң, кейін 45 минутқа деген секілді. Немесе арнайы бір уақыт қойып қойса, Марғұлан Шесенбай айтатын еді ғой, мен таңертең 1 сағатым Инстаграмға арнаймын. Бірақ енді оқысы контент жазады ғой өзі. Пост жазады, жұмыс қой. Пайдалы бір нәрсе шығарады да. Бәлкім солай, мысалы, менің таңғы 6-дан 7-ге дейінгі уақытым Инстаграмға арналған деп ше болды. Одан кейін кешке дейін кірмеймін деген сияқты ма. Бірақ негізі таңғы уақытта сотканы қолға алу өте зиян. Өте зиян. Мен кешке TikTok-ты қазір көре бастадым. Енді біздің оқушыларымыз сол жақта көп отырады ғой. Енді өзіміздің оқушыларымызды тану мақсатында қандай контент көреді. Қай жақтан келдіңіздер курсқа дейміз ғой. Көбісі TikTok-тан дейді. Біз TikTok-ты енді жүргізе бастадық. Ойлаймын да, қайдан келіп отыр бұл оқушылар? Сөйтсе ана комменттің астына жазады екен, қай курс осындай, қай курс мықты, онлайн қалай, Дамир ағайдың сабақтары түсінікті ме? Ана жерде кәдімгідей обсуждение болады екен. Соңғы кезде біз TikTok-ты қолға алып, сол себепті мына TikTok-ты қазір өзім зерттеп жатырмын. Бұрын вообще аккаунтта болмайтын. Қазір прям жатар алдында бір жарты сағат, так, TikTok-та не болып жатыр екен, қандай обсуждение болып жатыр, не болып жатыр деп енді былай зерттеп қоямын. Бұрын вообще ол платформада отырмайтын. Оқушыларымыз сөйтіп отырады. Күшті істеп қойған ғой, сосын білесіз, олар нақты біледі ғой сіздің қандай контент жақсы көретініңізді. Бір-екі күн қолданғаннан олар біліп алады, сізге ұнайтын ғана контент шығады. Сізге ұнайтын, сіздің қызығатын контентіңіз ғана шығады. Жақсы, Азамат мырза өте күшті болып жатыр. Соңғы сұрақтардың бірі мына баланс ұстау. Баланс ұстау. Енді ұбт 11-ші сынып. Жеке өмір бар, ата-ана бар, отбасы бар, ұбт бар, денсаулық бар, әдеттер бар, жаңағы әлеуметтік желі бар, өзінің қызығушылық, хобби бар. 11-ші сынып оқушысы 11-ші сыныпқа келген кезде, ұбт-ға дайындық кезінде балансты қалай ұстау керек деп ойлайсыз? Күшті, өте орынды сұрақ. Ана бір мынандай бүйтеді да, Азамат мырза, мен биыл ұйқыны қойдым дейді. Ұйқыны қойдым, 11-ші сынып тек ұбт-ға дайындаламын, ұйқы маған биыл керек емес дейді. Мен айтамын, бола алмайды олай. Өйткені әжем бір-ақ күн дұрыс емес ұйықтасаңыз, сіздің ертең басыңыз істемейді, 25% әлсіз болып қалады потенциалыңыз, миыңыздың. Сосын 12%-ға жиі қателеседі екен, бір-ақ күн дұрыс ұйықтамаған адам. 12%-ға жиі қателеседі, 25%-ға баяу ойланып қалады. Өте ауыр ақпарат деймін да.
сен онда ұйқымды қия салып олай болмайды деймін да. Бәрі параллельно болу керек. Тіпті андай биохакинг жасау керек та. Биохакинг. Мен ұйқым күшті болса, менің ақпарат есте сақтауым күшті болады. Онда мен ұйқым сапасын арттырайын. Сосын спортпен айналысқан адам, біздің миымыздың 80% қимылды басқаруға бағытталған нейрондар дейді. Аяқ, қол, қимылдау, жазу деген сияқты. Қимыл азайып кетсе, есесінше менің миымның жұмысы да азайып кетеді да. Онда мен спортты да қосуым керек міндетті түрде. Өйткені мен спортпен айналысқан кезде менің эффективностім көтеріледі екен. Сосын тамақтану. Мен тамақ биыл тоқтай тұрам бір нәрсе. Жоқ, міндетті түрде. Спорт күшті болу керек, ұйқы сапалы болу керек, спорт күшті болу керек, тамақтану күшті болу керек, дұрыстап су ішуім керек. Бәрі параллельно болған кезде. Енді достармен де уақыт өткізе алу керек. Мысалы мен андай бәрін тыйып тастап үйден шықпа деген әңгіме жоқ. Аптасына бір рет 2-3 сағат тамаша. Просто аптасына 6 күн жасамады. Аптасына 5 күн жасамады. Сосын жаңағы әке-шешеңізбен бір пикникке барасыз, бір бөлек анау. Жоқ, мен ұбытыға дайындаламын деп видео TikTok көріп отыр, бөлек әңгіме. Мен пикникке барасыз. Енді жеке өмірі бар болса, онда былай тыйып тастауға болмайды шығар. Жеке өмірі болса, онда бөл. Мен айтамын да баяғыда келіншегіммен жүріп жүрген кезде андай мен таңдай алатынмын да андай, бірақ бұл менің эгоизм ба деп қоямын андай. Бір енді ол басқа қалада, мен басқа қалада алдым, енді андасында бір келгенде сағынысып кездесесің ғой енді. Име айтатын да, мен ондан кейін ұйықтаймын ренжіме деп ше. Болды деп кетіп қалдым да. Айтпаса басқа қаладан екеуміз 1-2 айдан кейін бірінші рет кездесіп тұрмыз. Сонда мен болды ғой енді. Ондан кейін естен. Далада жүре бергенде не пайда? Болды, қайтайық. Мен сосын өзіме күлетім да, сен бір шал болып қалған сияқтысың деп ше, бір махаббаттан басың айналып, бір түні бойы Алматыда бір серуендеу деген жоқ па сенде? Мен бір тауға барып, жаңағы Көктөбеден Алматыны алақандай көру деген сияқты. Мен ол нәрсенің бірін күндіз істейтінмін. Мен ұйқымды қызғанатынмын. Мен тіпті олай болмаса да, бірақ кішкене есеп болу керек та. Аптасына 6 күн түнде жаңағы қалада серуендеп жүріп, керек жоқ та. Баланс, бәрінде баланс. Ұйқыда баланс, тамақта баланс, қарым-қатынаста баланс, сабақта баланс, су ішуде баланс, бәрінде. И бұл андай комплексный. Ұйқыңды ғана күшті болсаң бәрі күшті болады деген айта алмаймын да. Спортты ғана күшті болсаң бәрі күшті болады айта алмаймын. Комплекс бәрі қосылады, күшті болады. Сен хоббиін, спортын тастап кете, денсаулығын вообще бізде біраз оқушылар бар да, -3 болды, қазір -5 дейді. Көзім арқам уже ауырды дейді, көре бергеннен. Сондай әңгімелер айта бастайды да, денсаулық кетті деген секілді. Ана еще асқазанда ауыра бастайды ғой енді, тез фастфуд тамақ жейді. Вот олай жұмыс істемейді да. Ол зиян. Біз анда шейін бір 8 айлық әңгімеден бүкіл өмірімізге зиян тигізіп аламыз. Дұрыс айтасыз, өте керемет. Жақын арада сізбен онлайн оқушылар үшін мастер-класстар сериясын жасадық, тиімділік бойынша, сол бойынша бір кішігірім анонс жасап жесеңіз, не туралы болды ол жерде, және қысқаша бір анонс өзіңізде. Алдыңғы нелерде, онлайн жасағанымызда. Видео сабақтар. ұбт-ға дайындықта жаңағы комплексті тұрғыдан қосамыз дедік қой. Бәрінің маңыздылығын жеке-жеке тоқталдық бұл сабақтарда. Бұл сабақтарда мысалы біз тайм-менеджмент туралы тоқталдық. Формулаларымен. Не ол тайм-менеджмент деген? Мысалы тайм-менеджмент адамдар уақытты басқару дейді. Уақытты басқарамайсың сен. Қаласаң да қаламасаң да 10 минут өтеді. Менде де 24 сағат, ода да 24 сағат. Бірақ осы 24 сағаттың ішіне мен қандай құндылық сала алдым, сіз қандай құндылық сала алдыңыз? Осы вопрос. Тайм-менеджмент маған кедергі келтірді, жаңағы сотка мәселесі, осы мәселелерді талқыладық ол жерде. Содан кейін жоспарлау мәселесін талқыладық. Қалай жоспарлау керек? Қандай формулалар бар? Қандай периодта жоспарлау керек? Мысалы маған қатты ұнаған 3 айды 1 жыл деп есептеңдер дейді. Ана 12 недель в году деген кітап бар. Күшті. Мысалы қазір мен осы кеше ғана мен бір жастармен офлайн бір тренинг өткіздік. Сұрадым да, қалай? Жоспарларың қалай? 1 ай өтіп кетті деймін да. 1 ай өтіп кетті, не бітірдіңдер деймін ғой. Әлі мәссаған 1 ай өтіп кетіпті ғой дейді да. Олар басында мынандай еді ғой, әлі 9 ай бар дегенше. Ал 8 ай қалды. 1 ай 31 күнің шамамен жоқ уже. Ол ойламағанда да. Ана формула бүйтеді. Енді сенің 1 жылың ол 3 ай дейді. 12 апта ғой, 12 апта. 12 апта 1 жыл деп есепте. Соның бүкіл жоспарың 1 жылдық жоспарыңды 3 аптаға, 12 аптаға сыйғыз. Сонда сенің 1 аптаң 1 ай. Енді мен 1 аптам 1 ай болса, мен андай әшейін бір сенделіп жүруге уақытым жоқ мен. Өйткені мен 1 ай уақытым өтіп жатыр да. Сол 3 ай сайын өзің отчет бер дейді. 1 жылдық отчет.
сонда мен декабрьдің оказывается әлемдік статистика бойынша декабрьдің екінші жартысында адамдар 4 айлық қызмет атқарып тастайды екен ғой декабрьдің екінші жартысында өйткені отчет жабу керек ана бәрін есептеу керек сол 4 айлық қызмет атқарып тастайды екен. Давай онда сол декабрьде 3 ай сайын декабрь жасайық өзімізге. 90 күн. Сондай жоспарлау техникаларын өттік. Сосын бізде жаттан әлсіздік деген бір теория бар. Ана оқушы сеніп қалған болса мен қолымнан келмейді деп ше. Біз ана мектепте оқамыз уже ағай андай, апай андай. Бізде математика ағай андай болған деген сияқты болды. Жаттан әлсіздік одан қалай шығу керек екенін көрсеттік. Сосын еріншектік прокрастинация теориясын психологиялық тұрғыдан дәлелдедік. Осындай 5 түрлі сабақпен сіздермен өттік. Ол күшті сабақтар ұсынамын. Керемет, рахмет. Енді кішігірім сізге блиц форматта сұрақтар. Сұрақ қысқа, жауап енді өзіңіздің ыңғайыңызға қарай қысқа да нұсқада болса болады. Бірінші сұрақ, бақытты өмірдің формуласы қандай? Сіздің ойыңызша? Бақытты өмірдің формуласы баланста болу сияқты. Білім баланста болса, тұрақты түрде білім алып, қанша жаста болсаң да бәрібір. Денсаулық баланста болса, қарым-қатынас баланста болса, өзіңмен қарым-қатынас, сосын жұртпен қарым-қатынас, сосын қаржы мәселесі баланста болса. Осылар еркіндік берсе маған. Еркіндік. Қаржылай еркіндік, білім тұрғысына еркіндік, физикалық еркіндік, денсаулыққа қатысты еркіндік. Бақыт осы сияқты. Керемет. Топ 3 кеңес беретін кітабыңыз. Енді 2 кітапты білем. 2 кітапты. Ол сен және мен кітаптары деп па? Осы кітаптарды білеміз. Бұдан басқа қандай кітаптарды кеңес берер едіңіз? Маған Джордан Питерсонның 12 правил жизни деген қатты ұнап жатыр. Сосын соның екіншісі бар. Тағы да 12 правил жизни деген. Анадан бөлек деген ақ және қара кітаптар бар. Сол ұнап жатыр маған. Сосын жаңа 12 недель в году деген қатты ұнады. Керемет. Жақында кітаптарыңыз демекші, мен деген кітабыңыз тұсаукесері болды. Құттықтаймыз сізді. Қысқаша осы кітап не туралы? Енді сенді барлығы білетін шығар. Сен кітабын енді оқырмандарымыз, мына YouTube көрермендеріміз, мен не туралы? Енді аты айтып тұр, бірақ соны біздің оқырмандарымызға түсіндіре кетсеңіз. Мен фундамент. Сенде техникалар бар, техника. Ұйықтау туралы, жоспарлау туралы, спорт туралы, тамақтану туралы, әдеттер туралы. Енді менде психология туралы. Мен неге істей алмай қалдым? Мен неге тастап кеттім? Мен неге қорқып қалдым? Мен неге ұмытып қалдым деген әңгімелерге психологиялық тұрғыдан жауап. Жаңа еріншектік психологиясы, прокрастинация психологиясы, қорқу психологиясы, рисковать ете алмау психологиясы, өсуге тыйым салу психологиясы, білмеймін, жақынымды жоғалтып аламын деген қорқыныш психологиясы, сол психологияны ана еркіндікке апарады. Кітаптың сыртында біз бүйтіп қойдық қой, отбасы, достар, жұмыс, мансап, мен деп қойдық та, мен фундамент. Егер фундамент мықты болса, үй мықты болады. Фундамент әлсіз болса, ананың бәрі құлайды. Өмірлік кредоңыз қандай? Өмірлік кредом қаншалықты бір банальный естілсе де ше, андай басқаларға бақытты болуға себепкер болу арқылы бақытты болу. Саяхаттай бергіңіз келетін бір ел. Жаңа сіз подкасттың басында айттыңыз ғой, 40 мемлекетте болдым деді. Ал қай мемлекетке бара бергіңіз келеді және жалықпайсыз? Ол Европа. Европаның да нақты Прага. Білмеймін. Мен Прагада тұрғанмын ғой, мен келіншегім ұнамайды, отбасымызда тұрғанбыз ғой біз. Келіншегім ұнамайды Прага. Бармай қойшы дейді. Бірақ мен жыл сайын Европаға барғанда, біз әден Прагаға соғамын. Бір Прага андай бір Рим сияқты, бір Париж сияқты қалай емес та, мысалы былай нетсек. Бірақ білмеймін, сол жер маған ұнайды, сол жер бір жайлы, сол жер бір тыныш, бір жағымды да. Праганы жақсы көремін. Осы подкастты көріп отырған бізде ата-аналар қауымы бар, мұғалімдер бар, жалпы көрермендер бар, және ең бастысы бұны көріп отырған 11-ші сынып, 10-ші сынып түлектері бар. Соларға енді алдағы ұбт-ға бір өзіңіздің тілегіңізді қарап айтып жіберсеңіз. ұбт-да енді әрине бәріне сәттілік, әркімнің сәттілігі әртүрлі. Біреулерге ол 140 балл, біреулерге басқаша, бірақ барлығыңызға сәттілік тілеймін. Әркім өзінің мүмкіндігінен де көп ала алатынына сенсін. Өйткені шынымен сіз көп ала аласыз. Сіздің 1-ші сыныптан бері оқыған бүкіл ақпарат ешқашан өшпейді, ол бар. Тек осыған сенсем болды. Мендегі бір жаттан да әлсіздік бар, мен сеніп қалған, мен қолымнан келмейтініне, ол өтірік. Сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Сондықтан сеніммен алдыға, және ұбт-ны жақсы көру керек. ұбт маған бір үлкен мүмкіндік, ұбт мен алдыға жетелейді, ұбт маған келесі уровеньға өсуіме мүмкіндік береді. Мен ұбт-ны жақсы көремін. Махаббатпен дайындалу басқаша, қорқынышпен дайындалу басқаша. Сондықтан жақсылап махаббатпен дайындалайық. Үлкен рахмет, Азамат мырза, уақыт бөліп, Алматыдан келіп, оқушылармен осындай контентті бөлісіп жатсыз. Сізге алдағы уақытта творчестволық табыс тілеймін. Жалпы барлық сәттілік сізге.
мына кітабыңыз одан сайын өркейе берсін. Жаңағы басқа да подкасттан өзіңізден де жеке естіп жатырмын, келесі кітапқа отырдыңыз. Ол да енді сәтті болсын, барлығы жақсы. Осылай келіп бөліскеніңізге рахмет. Сіздерге рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Сәттілік, күшті іс жасап жатсыздар. Сіздерге де творчестволық табыс тілеймін, тек қана алдыға. Кітап демекші, мына бүгінгі подкасттың ұзақтығы міне 1 сағаттан кішігірім асты. Осы подкастты көріп, осы подкасттан керемет ойларды түйіп жатсыздар, сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Және осы подкасттың астына комментарийға Азамат мырзаның мына авторлық 2 кітабы бар. Осы 2 кітапты ойнатқымыз келеді. Ең үздік комментарий, ең үздік пікір, ең үздік инсайтты жазған оқушыларды өзіміз таңдап аламыз. Және Азамат мырзаның мына жерде қолтаңбасы бар. Сіздерге сәттілік тілеген осы 2 кітапты подкасттың астына комментарий қалған және үздік комментарий қалдырған оқушылардың арасында ойнатамыз. Мынау сабақтан алған инсайттарын белгілеп жазу керек. Не түсінді, енді нені әрекетке көшеді, не өзгертеді деген кісілерге. Кітап мен ішінде ұбытуға тілегіммен. Керемет. Рахмет Азамат мырза. Сіздерге рахмет. Тағы да рахмет. Сізге сәттілік алдағы уақытта. Аумин. Сау болыңыздар.